Сәлеметсіздер ме достар, бүгін сіздерге ерекше печенье рецептісімен бөліскім келіп тұр. Ауызашарға керемет печенье, жұмсақ, барлық заттары қолжетімді печенье. Үйден жасап көріңіздер. Бізге айран, разрыхлитель, жұмыртқа, тұз, ұн қажет болады. Бірінші айранымызды ыдысқа құйып аламыз, үстіне жұмыртқамызды саламыз. Қантымызды, тұзымызды, разрыхлителімізді салып, әдемілеп араластырып аламыз. Ұнымызды біртіндеп біркелкі қып жаймендеп салу керек. Бұл жерде өте көп шықпайды. Менде 11 дана печенье шықты. Неке қамырымыз дайын болды. Бұны қойып қоюға да болады қамырды, бірақ мен бірден тапамды майлап, қамырымды бір қалыпқа келтіріп, сопақша етіп өлшегенімде әр печеньем 50-51 граммнан шықты. Сіздер де осылай бірден пісірсеңіздер болады. Тапаға салғаннан кейін, формаға келтіріп тапаға салғаннан кейін шамалы қойып қою керек. Сол кезде қамырымыз үлкейеді. Мен өзім сопақша еткім келді. Сопақша қылып, қантқа қамырымды малып алып, формаға салдым. Енді ауызашарға өте дәмді, тамаша печенье. Істеп жасап көрсеңіздер болады. Бір жасағаннан шығатын жақсы рецепт, өздеріңізге сақтап алсаңыздар болады. Мен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазсаңыздар, комментарийларыңызды оқып, жауап қайтаруға дайынмын. Неке осындай печенье шықты. Дүкендегідей әдемі печенье. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Келесі кездескенше.